Ассалаумағалейкум достар, біздің бүгінгі шығарылымда сіздермен бөлісетін ақпараттардың аңдатпасы мынадай. Өзбек бауырымыз Элдар қай клубқа кетіп бара жатыр? Жоржиньо Арсеналға өтетіні рас па? Зияш ПСЖ-ға кетті ма? Әл-Хилал Мессиді шақыртуда. Әл-Насыр болса Рамосты алғысы келеді. Осы тектес және де басқа ақпараттармен бүгінгі шығарылымда сіздермен бөлісетін боламыз достар. Ал ендеше біз бастаймыз, таяқты жерге тастаймыз. Экранға жайғасып болсаңыздар, бүгінгі шығарылымды бастаймыз достар. Бақшы достар, лайк, коммент ұмытпа. Ал достар, бүгінгі шығарылымда көршілес бауырымыз, өзбек бауырымыз Элдар Шамратовтың жаңалықтарынан бастағанды жөн көріп отырмыз достар. Элдар Шамратов Рома сапынан Специя сапына маусым соңына дейін жалға ауысты достар. Бұл нақты ресми ақпарат, сене берсеңіздер болады, тексерістен өтті. Специя құрамасына уже қазір қосылып болды достар. Тек қана бауырымызға сәттілік деп қалайық. Фабрицио Романоның айтуына қарағанда, Манчестер Сити өзінің жас талантты ойыншысы, тас қамал қорғаушысы Жуау Канселоны Бавария сапына жазға дейін жалға жібере салдымыз. Сатып алу құқығымен 70 миллион евро достар. Соған қарағанда тақырбас ғұламамен ойыншының арасынан бір қарамысық фук кетіп өтіп кеткен айқын. Болмаса негізгі құрамның мықты қорғаушысы не үшін қыста кетіп бара жатыр? Сен қалай ойлайсың? Комментарийге жазып кет. Бұлай деп кім ойлаған? Жоржиньоны Челсидан кетеді деп мен ойламағам. Жоржиньо Челсидан Арсеналға өтіп бара жатыр. Осы трансферлік терезеде достар. Челсидің оң қанат шабуылшысы Хаким Зияш ПСЖ-ға өтуге жақын деп хабарлайды АЕС басылымы достар. Тексеруден өтіп болды деген нақты ма, жоқ нақты емес па білмейміз, сондай хабарлар бар. Мүмкін сіз осы шығарылымды көріп отқанда Зияш ПСЖ-ның ойыншысы атанып кеткен болуы мүмкін. Достар, Реал Мадридтің аңыз ойыншыларының бірегейі Исконың Севильямен алдыңғайда келісімшартты бұзғанын білесіздер, және де Бундеслигаға барып Унион Берлин деген командамен бүгін соңғы трансферлік терезе кезінде 2024 жылы жазға дейін келісімшартқа отырып, тексеруден өтіп, бұйыртса келесі матчта алаңға шығатын болады. Құттықтаймыз, Иско тек қана молодец. Ақпарат өте қызық. Заманауи футболда ақшаның шешпейтін нәрсесі жоқ екенін сіздер жақсы білесіздер. Сауд Арабиясының Аль-Насыр командасы ПСЖ-ның тас қамал қорғаушысы Рамосқа шақырту тастап жатқан жай бар екен, және бұл іспен Роналдоның өзі жеке айналысып жатқан көрінеді. Мүмкін сіз осы ақпаратты көріп отқанда ертең Рамос Аль-Насырдың ойыншысы атанып кетуі әбден мүмкін екен. Өте жақын тұр деп хабарлайды Фабрицио Романо көкеміз. Достар, кештің басты жаңалықтарына да келіп жеттік. Осыған дейін Сауд Арабия чемпионатының Аль-Насыр командасы Роналдоны өз қатарына қосып алғанын білетін боларсыздар. Және Аль-Насыр командасына барғанға дейін Аль-Насырдың парақшасында 580 мың оқырман болған. Роналдо барғаннан кейін 14 миллионға жеткен қазіргі таңда. Енді қараңыз, Еуропаның топ клубтарында ондай деңгей жоқ, және ойын деңгейі Сауд Арабия чемпионаты барған сайын қыза түсуде, Еуропаның деңгейіне көтеріліп бара жатқан тәрізді достар. Соны көрген Әл-Насырдан кем соқсақ, шерт соғайық деген Әл-Хилал командасы ПСЖ-ның шабуылшысы Лионель Мессиді өз қатарына қосып алуға дайын отыр, және 350 миллион евро жылына жалақы береміз. Месси бізге келші деп жатыр. Ал достар, бүгінгі шығарылымның ең соңына да келіп жеттік. Ливерпулдың ойыны АПЛ-да жүрмей жатыр, және де Мұхаммед Салахтың ойын деңгейі барған сайын төмендеп бара жатыр. Пәсеюді бастады достар. Осы орайда ПСЖ нақты қызығып тұрған дер шағында Мұхаммед Салахтай ойыншыдан жасы келіп қалған, жақсы сома ұстап алу Ливерпулға дұрыс болатын шешім деп өз басым солай санаймын достар. Сенің ойың қалай? Өз ойыңмен бөлісіп кет. Достар, бүгінгі шығарылым осымен аяқтады. Біз қоштаспаймыз, қоңырау түймешесін басып қой. Ең бірінші бұл жаңалықтарды көріп үлгересің, және де лайк, коммент басып кет. Сау бол.